Атырау облысында 153 елді мекен бар, соның 132-сі бүгінгі күні интернетпен қамтылып отыр. Халық санына қарағанда бұл 99,6%. Енді бүгінгі күні елімізде қолжетімді интернет ұлттық жобасы іске асырылуда. Сол облысымызда осы ұлттық жоба аясында 38 елді мекенге талшық оптикалық интернет дейміз, соны қосу бойынша жоспарлануда. Аталған жұмыстар 25-27 жылдар аралығында өтетін болады. Сонымен қатар осы республикалық маңызы бар автожолдарды байланыс пен интернетпен қамту бойынша жұмыстар жүргізуде. Осы аталған жұмыстар аясында 5 антенналық діңгек құрылыстарын салу бойынша жүргізілуде жұмыстар. Бүгінгі күнге қорытынды сараптама шығып, мемлекеттік республикалық бюджет дейміз, соған дейтін заявка берілген болатын. Аталған жобалар осы 25 жылы іске асырылатын болады. Атырау қаласында және Құлсары қаласында 5G станцияларын орнату бойынша жұмыстар жалғасуда. Бүгінгі күнге Атырау қаласында 108 базалық станция орнатылды. Құлсары қаласында аталған көрсеткіш 6-ны бұл құрап отыр. Енді бұл базалық станцияларды қойғанда біз көбінесе халықтың көп шоғырланатын жерлеріне базалық станцияларды орнатамыз. Аталған жұмыстар 2023 жылдан бастап келеді және де жалғастырылатын болады.